Жақсы күн болсын. Фильмнің сюжеті Грекияда өрбиді. Онда американдық барлау қызметінің тыңшысы Аргайл пайда болады да, түнгі клубқа кіріп, Лиа Агатты жас әйелді тоқтатпақ болады. Содан Аргайл оған бірге билеуді ұсынады. Аг келіседі. Бұл рөлді фильмде әйгілі әнші сомдайды. Дегенмен Аг Аргайлдың өзін тұтқындауға келгенін біле тұра, онымен бірге билей бастайды. Кенет Аг өз адамдарына белгі береді. Олар қаруларын Аргайлға туралайды да, оны жоюға әрекеттенеді. Бірақ Аргайл сенімді түрде тұрып қалады да, әріптесі Кейрасты шақырады, оны құтқару үшін. Кейрас бүкіл залға тұман таратады. Аргайл тез шығып кетеді. Сосын көлікте күтіп тұрған Кейраспен кездеседі. Аг шығып, Кейрасқа оқ атады. Аргайл Кейрасты құтқаруға тырысады. Бірақ оның бастығы Фуллер байланысқа шығып, мақсатына шоғырлануды талап етеді, Кейрастың аман қалатынына сендіреді. Аргайл оны қалдыруға мәжбүр болады да, Агны көлікпен қуа бастайды. Жолда Аргайл досы тыңшы Уайтқа қоңырау шалады. Қайда екенін сұрайды. Уайт көшедегі кафенің соңында отырғанын айтады. Аргайл Агның бірнеше минуттан соң оның алдынан өтіп кететінін хабарлайды да, оны тоқтатуды сұрайды. Уайт орнынан тұрады да, Агны оңай ұстап алады, оны өзінің қасына отырғызады. Бірнеше секундтан соң Аргайл жетеді, Агдан сұрақ жауап алады. Аргайл Агдан бүгін тұтқындалатынын қалай білгенін сұрайды. Аг телефонды алып, көздің қарашығымен ашады да, Фуллерден келген хабарламаны көрсетеді. Ол Аргайлдың тұтқындауы туралы ескерткен. Аргайл бастығының өзіне опасыздық жасағанын, Агпен келісіп, оны өлтіруге сөз байласқанын түсінеді. Сол сәтте Аг ұшып, өз-өзіне қол жұмсайды, өйткені бәрібір өлуі керек еді. Аргайл енді ешкім үшін жұмыс істемейтінін, қазіргі жауы өз бастығы болғанын түсінеді. Содан фильм басқа жерге ауысады. Онда Эли атты жазушы пайда болады. Ол жанкүйерлерінің алдында Аргайл романының 4-ші тарауын оқиды. Аргайлдың жай ғана тыңшылық роман екені анықталады. Эли сол кітаптың авторы, фильмнің басынан бергі оқиғаның жасаушысы. Жанкүйерлер романның сұлулығына таңғалады. Бір жанкүйер идеяларды қалай табатынын, неге Аргайл кейіпкерін сонша уақыт ойлайтынын сұрайды. Эли ұзақ уақыттан бері тыңшылық романдарға құмар болғанын, уақытының көбін жазуға арнайтынын, негізгі жұмысын тастап, тек жазумен айналысатынын түсіндіреді. Ол Аргайлды ерекше ұнатады, өйткені ол белгілі тыңшылардан өзгеше, оның келбетін ойдан шығарған, тіпті мүсіншелер жасатқан. Басқа біреу Элиден Гило тыңшысына не болатынын қалай болжап, тұтас роман жазғанын сұрайды, әсіресе кітаптағы оқиғалар шындықта орын алғанын ескерсек. Эли мұның кездейсоқтық екенін айтады. Аргайл романның 5-ші тарауын жаза бастайды. Оны Аргайлдың Лондонға барып, бастығын құлататын құжатты алуымен ашады. Ертесіне анасы Дели қоңырау шалады. 4-ші тарауды оқығанын, өте жақсы болғанын, бірақ соңы қызықсыз шыққанын айтады. 5-ші тарауды жазуды сұрайды. Анасы Дели Элиге жақында келуді ұсынады. Бірге қызықты оқиғалар ойлап табатын болады. Эли келіседі, қоңырауды қояды, ренжіп тұрады. Өйткені жаңа идеялар таппай жатыр. Бірнеше күннен соң анасына баруға дайындалады. Пойызға келгенде анасына қоңырау шалады. Музыка естіледі. Ол шыдамсыздана күтеді. Кенет әдемі ер адам жақындап, алдындағы орынның бос па екенін сұрайды. Қобалжудан Эли орынның сақталғанын айтады. Ер адам кешірім сұрап, пойыздың соңына барады. Эли қарым-қатынас құрудан қорқады. Өйткені бүкіл өмірін жұмысқа арнаған, махаббаттың сүйіктісінен алшақтатқанын қаламайды. Кенет Уайлд атты адам алдындағы орынға отырады. Эли ашуланып, тұруын сұрайды. Өйткені орын сақталған, бірақ Уайлд сөзін елемейді. Аргайл романын шығарып, оқи бастайды. Эли жүзін жасырады. Өйткені ол автор екенін білдіргісі келмейді. Кітаптың соңында Уайлд Элидің суретін көреді. Таңғалады. Өйткені оның ең үлкен жанкүйері. Эли алғыс айтады, жұмысын сұрайды. Уайлд тыңшы екенін айтады. Эли оны қарайды. Аргайл кейіпкеріне өте ұқсайтынын байқайды, алаңдай бастайды. Уайлд пойыздағы ешкімге сенбеуді ескертеді, өйткені бәрі оны ұрламақ. Сол кезде жас жолаушы Элимен сәлемдеседі, ең үлкен жанкүйері екенін айтады, кітапқа қолтаңба сұрайды. Эли қуана қол қояды, қалам сұрайды, бірақ кенет басқа жас адам шабуылдайды. Уайлд оны тоқтатады да күреседі. Бір топ адам пайда болады. Уайлдпен қатты күреседі. Олардың бәрі Элиді ұрламақ екені белгілі болады. Эли шокта, не болып жатқанын түсінбейді. Уайлдты қараған сайын Аргайлға ұқсатады, өйткені мінездері ұқсас.
Уайлд бәрін жеңген соң, Эллиді пойыздың соңына апарады, парашют ашады да, екеуі бірге ұшып кетеді. Шоктан Элли есін жоғалтады, оянғанда бейтаныс үйде жатады, бейтаныс адам кіреді, Элли қорқып айқайлайды, бірақ ол Уайлд екенін, сақалын қырып тастағанын айтады, Элли таңғалады, қорқады. Мысығын қайда екенін сұрайды, Уайлд көрсетеді, жақсы екенін айтады. Уайлд пәтеріне адамдар кіріп, іздеп жүрген видео көрсетеді. Элли не болып жатқанын түсіндіруді сұрайды, өйткені ештеңе түсінбейді. Уайлд оның Аргайл романында жазғаны шындықта орын алып жатқанын айтады. Уайлд Эллиге көрген топтың романдағыдай опасыз тыңшылар тобы, дивизион ұйымы екенін түсіндіреді. Ол өзінің романдағы Уайт екенін қосады, топтың қазіргі басшысы Райдз екенін айтады. Олар Эллидің үйіне адам жіберген, өйткені кітаптағы құжат оны әшкерелейді. Элли шокта, романның шындыққа айналғанына сене алмайды. Уайлд онымен ынтымақтасуды, жазуды жалғастыруды сұрайды, құжатқа жету үшін, топтан құтылу үшін. Элли келіседі, сосын Лондонға бару үшін көлікке отырады. Жолда Уайлд бұрын хакер Бакпен келісіп, құжатты ұрлауға көмектесетінін айтады. Бак құжатты тауып, азбыға салған, бірақ Уайлдқа бермей, опасыздық жасап, жоғалып кеткен. Уайлд топтың құжат туралы кітаптан білгенін, оны тоқтатпақ екенін айтады, өйткені Элли олардан бұрын жетуіне көмектесе алады. Бірнеше минуттан соң ұшаққа жетеді. Элли қобалжиды, өйткені өмірінде ұшаққа мінбеген, Уайлд тыныштандырады. Лондонға келіп, Уайлдтың Бакпен кездесуі керек жерге барады. Эллидің болуы романды тез аяқтауға көмектеседі. Элли оқиғаларды реттейді, құжатқа жету үшін. Элли құжаттың жақын қонақ үйде екенін ойлайды, олар тез қозғалады, бірақ бақыланып тұрғаны белгілі болады. Қонақ үйге кіріп, бөлмеге барады, бар жерді іздейді. Еден астындағы чемоданды табады, оны ашады, шифрланған кітап пен қайық кілтін табады. Сол сәтте топ мүшелері қонақ үйге көтеріледі. Уайлд пен Элли мысықпен бірге еден астындағы жасырын жерге түседі. Ер адамдар кіреді, оларды таппайды, бірақ мысық шу шығарады, топ естиді. Уайлд шығып күреседі, бәрін жеңеді. Топтың қалғаны келеді. Уайлд Элли мен мысықты алып, төбеге шығады, төбеден қайықты көреді. Элли кілттің қайыққа тиесілі екенін түсінеді. Олар төбеден секіріп, қайықпен қашады. Біраз уақыттан соң қонақ үйге демалуға барады. Элли жалғыз ваннаға кіреді, айна алдында тұрады. Аргайлды өзінің қарсысында елестетеді, одан кетуді өтініш етеді, өйткені оны шынайы емес деп ойлайды, бірақ ол 100% шынайы екенін айтады, барлығын еске түсіру үшін шоғырлануды сұрайды. Элли одан сайын ширығады. Элли Уайлдқа душ қабылдауды ұсынады, Уайлд шынымен барады. Элли Уайлдтың телефонмен сөйлескенін естиді, Эллидің өзіне қиындық туғызғанын айтады, бірақ ол ештеңеден күдіктенбейтініне сендіреді. Элли шок болады, мысығын тапқан кітабын алып, қонақ үйден тез қашады. Анасына қоңырау шалады, Лондонға келуді сұрайды, апат болғанын, көмек керектігін айтады. Ертесіне анасы Дери Лондондағы қонақ үйге келеді, Элли оны күтуге барады. Есік қағылғанда Элли ашады, бірақ әкесін көреді, күтпеген шок. Әкесі дивизион ұйымының басшысы Райдз болып шығады. Элли анасы мен әкесіне болғанның бәрін айтады, Райдз күледі. Элли әкелген кітапты ашады, толық шифрланғанын табады. Сол сәтте Уайлд кіріп, Райдзға шабуылдайды, Эллиді өзімен бірге жүруді сұрайды, өйткені бұлар оның шынайы ата-анасы емес, бірақ Элли сенбейді. Райдз Уайлдқа дивизион ұйымының оны білетіндердің бәрін жоятынын айтады. Элли Райдздің дивизион басшысы екенін біліп, таңғалады. Кенет анасы Дери қызына қару кезенеді, бірақ Уайлд ана мен әкені тез өлтіреді, сосын Эллиді алып қашады. Элли жылап, ата-анасының опасыз тыңшылар болғанына сене алмайды. Уайлд тыныштандырады, өйткені ол ғана қорғай алады. Уайлд оны бұрынғы барлау агенттігінің басшысы Элфиге апарады, ол кітапты алады. Элфи Эллиді үйінің құпия жеріне апарады, өзінің суреттерін көрсетеді. Элли шокта, ештеңе түсінбейді. Элфи оның жазған романдарының қияли емес, шынайы тәжірибеден шыққанын айтады, Элли оларды ұмытқан. Аргайл кейіпкері шынайы бар, Элли 5 жыл бұрын американдық қызметте тыңшы болған, шынайы аты Рейчел Аргайл. Эллидің шокі күшейеді, шығады, Уайлдпен ұрсысады, алдаған деп айыптайды. Уайлд онымен күреседі, оның тыңшы болғанын дәлелдейді. Элли кәсіби күрескеніне таңғалады, не болып жатқанына сене алмайды.
Элли барлық мән-жайды айтуды сұрайды. Уайлд басында шок болмас үшін кейбір жерде өтірік айтқанын мойындайды. Ол американдық қызметте тыңшы болғанын растайды. 5 жыл бұрын Лондонға хакер Бакпен кездесуге барған, ол құжатты ұстаған. Сол күні белгісіз себеппен комаға түскен, Лондон ауруханасына жеткізілген. Уайлд біліп, аурухананың қарсысындағы ғимараттан барған. Уайлд Эллиге комадан оянғанына таңғалғанын, бірақ жадысын толық жоғалтқанын айтады. Райдздар келіп, жадысын қалпына келтіріп, құжаттың орнын білуге тырысқан, бірақ сәтсіз. Содан психиатр Рита Ана Дели рөлін ойнап, гипноз жасап, миын шайған. Ританы анасы Райдзды әкесі деп сендірген. Оған тыңшылық романдардың авторы екеніне сендірген. Осылай жазғаны арқылы болған оқиғаларды сипаттап, құжаттың орнын табу үшін. Уайлд романдағы Уайт Аргайл сияқты ұзақ жылдар досы болғанын, оны жылдар бойы жаттықтырғанын айтады. Элфи шақырады, кітапты шешкенін айтады. Хакер Бак құжатты араб түбегіндегі Сабрина атты жас әйелге қалдырғанын табады. Ол құпиялардың сақтаушысы деп аталады. Құжатты тек Рейчелге ғана береді. Сабрина жады жоғалғанын білсе, өлтіруі мүмкін, бірақ Уайлд Рейчел мен Эллидің бір адам екенін, бірге баратынын айтады. Ертесіне араб түбегіндегі Сабрина штабына жетеді. Элли Сабринаның кабинетіне жалғыз кіреді. Сабрина күдіктенеді. Элли ерлік жинап, Рейчел сияқты сөйлейді. Сабрина тынышталады, құжатты аз түрінде береді. Элли азына ашады, топ мүшелері туралы қауіпті ақпарат табады, бірақ бір нәрсе оны қатты шок етеді. Сосын Уайлдты ескерту үшін тез шығады. Сол сәтте Рита келеді, ол әлі тірі болып шығады. Уайлд қалай болғанын сұрайды. Рита оқ өткізбейтін жилет кигенін айтады, таңқаларлығы Райдзда тірі. Рита Эллиді құпия бөлмеге апарады, құжатта не көргенін сұрайды. Элли өзінің есебін көргенін айтады. Ол дивизион ұйымымен жұмыс істеген, тіпті топтың ең маңызды әрі қауіпті тыңшысы болған. Элли Бактың құжатты Сабринаға бергенін біліп, оны өлтіргенін есіне түсіреді. Сосын пәтерде жарылыс болған, ол команың себебі. Уайлд естігеніне шок болады, есін жоғалтады. Элли де солай. Элли оянғанда бейтаныс жерде жатады. Алдында Райдз тұрады, оның қайтып келгеніне қуанышты. Элли де қуанышты, өйткені шындықты есіне түсірген. Райдз Элфидің орнын білу үшін көмектесуді сұрайды, оны өлтіру үшін. Элли жол бойы ұйықтағанын, Элфидің үйіне баратын жолды көрмегенін айтады, бірақ Уайлд арқылы табуға болатынын айтады. Уайлд тұтқындалған бөлмеге барады, ынтымақтасуды, Элфидің қайда екенін айтуды сұрайды, бірақ ол бас тартады. Элли ашуланып, оның кеудесіне оқ атады. Элли Уайлдқа жақындап, қан ағуды ешкім көрмейтіндей тоқтатады. Содан Рита мен Райдзбен бірге басқару бөлмесіне барады, Элфиді табу үшін іздеу жасайды. Сол уақытта Уайлд оянады, қоршаған топ адамдарын жояды да қашады. Оқиғалар Эллидің құжатты топ білмейтіндей Элфиге бергенін көрсетеді. Кенет топ Эллидің оларды алдағанын, құжаттың Элфиге жіберіліп жатқанын біледі, бірақ сәтсіздікпен жіберу тоқтайды. Элли топпен күреседі, сосын жарылғыш заттар бөлмесіне жасырынады. Кенет біреу жақындағанын естиді, тез жасырынады, бірақ адам оны тауып, қару кезенеді, ол Уайлд болып шығады. Элли өз жағында екенін, істегенінің күдік тудырмау үшін алдамшылық екенін сендіреді. Уайлдқа оқты жүрекке жақын жерге әдейі атқанын, өлтірмеу үшін қан ағуды тоқтатқанын дәлелдейді. Уайлд сөзіне сенеді, бірге шығады. Уайлд пен Элли топтың қалған мүшелерімен кездеседі, кәсіби түрде жеңеді. Басқару бөлмесіне қайтады, құжатты Элфиге жіберу үшін, бірақ Райдз келеді, жоспарды бұзады. Олар күресуге мәжбүр. Содан жоғарғы палубаға шығады, олардың үлкен кемеде екені белгілі болады. Кеменің төбесіндегі таратқышты табады, оны қосады, құжатты жібере бастайды. Рита келеді, Эллиді гипноздайды, жіберуді тоқтатуды, Уайлдты өлтіруді бұйырады. Элли жіберуді шынымен тоқтатады, Уайлдты өлтіруге дайындалады, бірақ командадағы жас әйел Ританы өлтіреді, ол кейрас болып шығады, Элли оны бұрын өлімнен құтқарған. Элли есіне келеді, құжатты Элфиге жібереді. Бірнеше айдан соң Элли романның соңғы нұсқасының қолтаңба рәсіміне келеді. Бір жанкүйер кітаптың соңында не болғанын сұрайды. Элли Элфидің дивизион ұйымы туралы шындықты ашқан үшін медаль алғанын айтады. Уайт Аргайл еркін болған, бірақ енді ешкім үшін жұмыс істемей. Бір жанкүйер сөзді бөледі. Романның жаңалықтарын сұрайды. Элли оның ойындағы Аргайл кейіпкерінің көшірмесі екенін байқайды.